Фильм басында жігіттің бір қызбен кетіп бара жатырғанын көреміз. Олардың арасында кикілжің пайда болған секілді, және де ол қызбен бір түн өткізген еді. Осыдан кейін оны қалаға апарамын деп уәде берген, бірақ та жарты жолда оны түсіріп кетеді. Қызды жай ғана қызды ойласаңыздар қателестіңіздер. Ол жігіттің әмиянын өзінің кім екенін көрсету үшін ұрлап кеткен еді. Осы сәтте әжетханаға белгісіз ер адам кіреді, бірақ та кетіп қалады. Қыз жайлап қарамақ болған кезде ешкімнің жоқ екенін көреді. Осыдан кейін ол есікті ашып сыртқа шыққан кезде оған ұйықтататын дәрі салынған жебе тиеді. Осымен қызды алып кетеді. Осыдан кейін бірнеше уақытқа алға ығыстырады. Және де фильмде Грейс есімді қызбен танысамыз. Ол ломбардтан қарызға ақша алып 4 айдан кейін хабарласады. Және де осы кезде басшыға жай ғана алқа береді. Және де ол оны $5 бағалайды. Ал бұл уақытта ер адам артында не болып жатырғанын көрмеген еді. Және де естігеннен кейін өзінің ломбардын құтқару үшін бір адамды жарақаттайды. Кейін өзі сол жерде көз жұмады. Грейс ұрлықшылардың заттарын алып кеткенше тығыла тұруды шешеді. Ал бұл уақытта сыртта тұрған ер адам іштен көптеген мылтықтың дыбысын естіп, оларды тастап кетіп қалады. Сол себепті іштегі қылмыскерлер машинасыз қалады. Грейс бұл уақытта қашпақ болады, бірақ та оны қылмыскерлер көріп қалып ұстап алады. Сосын қызды кепілдікке алмақ болады. Сол себепті машинаның алдына айдауға отырғызып, ары қарай өздері жүре кетеді. Кейін қылмыскерлер өздерінің қайда баратындарын білмейді. Содан кейін олар беттеріндегі маскасын шешеді. Осы сәтте біз Коди, Алекс және Шейн деген ер адамдармен танысамыз. Олар полицейлердің тұрғанын көргенде жолды басқа жаққа өзгертуді шешеді. Кейін Коди миссияны орындалды деп айту керек дейді. Ал Алекс пен Шейн болса әлі ерте, және де біз жүргізушіні жоғалтып алдық дейді. Осыдан кейін олардың жолдарында Грейстің машинасы бұзылып қалады. Көлік түнге дейін жөнделмегеннен кейін Алекс Грейстен құтылмақ болады. Бірақ та Коди оған кедергі болады, және де оның бізге керегі болады деп айтады. Осыдан кейін олар жақында тұрған шамды көреді. Кейін олар шам жанып тұрған бағытпен жүреді. Олар ол жерге келсе, бұл жай ғана ферма екен, және де Грейс пен Коди көліктері бұзылып қалған жұптың рөлінде ойнаймыз деп айтады. Солай олар өздерін таныстырады. Ал Дэнни деген жігіт өзінің осы жерде атасымен тұратынын айтады. Бірақ та атасының жұмысқа кеткенін айтады. Коди оған бірнеше сағатқа қалуға болады ма дейді. Дэнни оған бұл сендерге түнеуге арналған орын емес дейді. Бірақ та Кодидің өтінішінен кейін Дэнни оған келісім береді. Олар сарайға келгеннен кейін Алекс пен Шейнді өздеріне шақырады. Және де келгеннен кейін Шейннің аяғындағы оқты алуға кірісіп кетеді. Бірақ та Шейн есін жоғалтып алады. Осыдан соң Коди Алекске ағаңа антибиотиктер керек болады, немесе оның жағдайы одан әрі өршіп кетуі мүмкін деп айтады. Алекс жаңалықтардан өздері туралы айтып жатырғанын көреді, және де олардың жүргізуші серіктесінің атылғанын да естиді. Осыдан кейін ол Кодиге Дэннидің бұл жаңалықты көріп қалуы мүмкін деп айтады. Полицейлерге ұстап қалмау үшін оның көзін құртуы керек дейді. Бірақ та Коди оған сен оған тиісетін болсаң, мен сенің ағаңды өлтіре саламын дейді. Осыдан кейін Алекс Дэнниді іздеп атқораға келген кезде белгісіз бір жертөлені тауып алып оған қарай түседі. Алекс бұл жерлерді көргенде түсінбей қалады, және де осыдан кейін Дэнниді тауып алып, одан не істеп жүргенін сұрайды. Дэнни оған бұл жер өте қауіпті, және де бұл жерден кетіңдер дейді. Бірақ та Алекс оны тыңдамайды. Ал бұл уақытта Коди мен Шейннің арасында келіспеушіліктер болады. Себебі Шейн Алексті Коди өлтіріп тастады деп ойлайды, және де ол Грейсті босатпағын естіп қалған еді. Олар қаруласып тұрған кезде сырттан бір дыбыс естіледі. Олар бірден светті өшіріп тығыла қалады. Кейін олар бақылаған кезде белгісіз ер адамдардың мешокпен бір нәрселерді атқораға алып бара жатырғанын көреді. Бұл сәтте Алекс Дэннимен бірге рулетка ойынын ойнап жатыр еді. Ол мылтықтың ішіне бір оқты қалдырады. 3 рет атқан кезден кейін ешеге болмағасын дыбысты естіп тексермек болады. Бір адам мешокты жерге тастайды. Осыдан кейін светті өшіреді. Ал бұл сәтте Дэнни Алекстің қолынан қашып үлгерген еді. Коди оларға көмектеспек болып барған кезде белгісіз жалауған ұйықтататын дәрі салынған жебе атады. Шейн де оған көмектеспек болады, бірақ та ол да есін жоғалтады. Осыдан кейін фильм басындағы қызды көреміз. Ол тірі қалған екен, және де сыртқа шыққан кезде Алекс оны қорқып кетіп атып тастайды, және де қыз оған өліп бара жатырып өзіне көмек беруін сұрайды. Алекс артына қараса белгісіз ұсқынсыз ер адамды көреді. Ол оны талдырып тастайды. Осыдан кейін Грейс қашып бара жатырған кезде Дэнни оны атпауын өтінеді, бірақ та шалуының артына жебе атады. Осыдан соң Алекс пен Шейннің бір жерде жатқанын көреміз. Белгісіз дәрігер Шейннің жүрегін алып атады. Осыдан кейін Шейн сол жерде көз жұмады. Осыдан кейін дәрігер Алекске бір оқиғаны айтып береді. Менің қызым болды, және де оның күйеуі саған ұқсас болды дейді. Сосын мен оның балаларын алып кетіп, менің қызыма қандай қылық жасады, соны жасадым дейді.
Ал жерде жатырған қызды ол біздің кешкі олжамыз дейді. Сен оны ұстауға бізге кедергі жасадың, сол себепті біз сенің көзіңді аламыз дейді. Осы уақытта Грейс есін жияды және де баладан өзін жіберуін өтінеді. Ол 3 жыл бұрын баласын түсіріп алғанын айтады. Осыдан кейін бөлмеге Кодиді алып келеді, ал бала болса бұл жерден кетіп қалады. Атам барлығын жақсы етіп жасайды дейді. Сосын Дэнни мен әлгі ер адам Шейннің денесіне қышқыл нәрсені құйып жібереді. Коди қыздың денесіндегі ұйықтататын дәріні алмақ болады, бірақ та оны алып үлгермейді, себебі әйел келіп Кодиді дәрігерге апарады. Ол бөлмеге келгенде Алексті көзсіз жатырғанын көреді. Әйел Алексті өзімен бірге алып кетеді, себебі шалуға рұқсат берген еді. Олар кеткеннен кейін бөлмеге Дэнни қызды алып келеді, ал дәрігер болса оны болашақ ана болады деп айтады. Осыдан кейін әйел Алексті қолына пышақ береді және де оның өлімімен бірге ойнайды. Осыдан кейін ер адам Кодидің денесіне операция жасамақ болады, оның органын алмақшы. Бұны көріп тұрған кезде Дэнни қыздың қолына пышақты береді және өзін босатуына көмектеседі. Ал қыз болса әлгі шалға шабуыл жасап өлтірмек болады. Ал бұл уақытта шал бірден өзінің көмекшісін шақырады. Қыз шалды итеріп жібереді. Коди болса оны тістеп алады. Осыдан кейін қыз газ баллонының көмегімен шалдың басын жоқ қылып жібереді. Коди қызға кетпес бұрын маған адреналин салып кет. Сол уақытта мен әлгі жауызды ұстап қала аламын дейді. Бірақ та жауыз келген кезде Коди оның соққыларынан кейін сол жерде көзін жұмады. Осыдан кейін әлгі жауыз әйел шалдың денесін көргенде Грейс пен Дэннидің артынан барады. Осы кезде олар жалмауыз әйелді өлтіру үшін токпен ұрады, немесе үстіне қышқылдар құяды. Осы арқылы өлтірмек болады. Бірақ та әлгі әйел тірі қала береді. Бетінен балғамен ұрса да өлмейді. Осыдан кейін жігіт оған ұйықтататын жебе атса да оған дымда әсер етпейді. Ол Дэнниді сатқындығы үшін өлтірмек болады. Бірақ та әйел оған көмектесіп қалады. Оны сыммен байлайды. Жалмауыз әйелдің өзі құрған тұзағына Дэнни апарып түсіреді. Осы арқылы олар әйелден құтқарылады. Кейін аман қалған екеуі көлікке отырады. Жігіт болса анасынан айырылған, ал қыз болса өзінің баласынан айырылған еді. Осы себепті олардың арақатынастары жақсы болады. Осымен фильм аяқталады. Фильм ұнаса арнаға тіркеле кетіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау күтеміз.